Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы «Мен сурет саламын». Я буду рисовать. Тыңда, қайтала. Послушай, повтори. Қызыл – красный, жасыл – зеленый, көк – синий, сары – желтый, ақ – белый, қара – черный, қоңыр – коричневый. Қызыл қарындаш, красный карандаш, жасыл қарындаш, зеленый карандаш, көк қарындаш, синий карандаш, сары қарындаш, желтый карандаш, ақ қарындаш, белый карандаш, қара қарындаш, черный карандаш, қоңыр қарындаш, коричневый карандаш. Қайтала, боя. Повтори, покрась. Мынау не? Мынау карандаштар. Это что? Это карандаши. Тыңда, қайтала. Послушай, повтори. Мен сурет саламын. Я буду рисовать. Мен бояймын. Я буду красить. Сұраққа жауап бер. Боя. Ответь на вопрос. Разукрась. Саған қандай карандаш керек? Какой карандаш тебе нужен? Маған жасыл карандаш керек. Мне нужен зеленый карандаш. Маған қызыл карандаш керек. Мне нужен красный карандаш. Маған қоңыр карандаш керек. Мне нужен коричневый карандаш. Балалар, мынау алма ағашы. Это яблоня. Дети, яблоко бывает зеленым, желтым, красным. Разукрасьте яблоко красным, желтым, зеленым. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.